үйіндегі немерелерін айтқан мен бағана. Жан жақтарын жинасаң, жетіп қалады ау, шешем деп әзілдейміз енді. Ал, енді Таке, өзіңіз. Құрметті қауым, бүгін менің Қыдыр ағам мен Жексен екеуінің үлкен тойына жиналып отырмыз. Той құтты бола берсін. Бағана жаңа бейнекі роликтен көріп отырмыздар бәріміз. Осы кісілердің Қыдекең, мысалға, осы жерде Қыдекең, Бостан ағам, Ержан ағам, жаңағы Хамит ағам, анайда Нұрасыл ағам, бағана барлықтардың, сол кісілердің жаңағыдай біз ол кезде мектепте оқитынбыз. Ол кісілер жаңағы комсомол комитетінде істеп жүрген кезде. Сол кезде біз армандайтынбыз. Осы кісілер сияқты осы райком комсомолдан, райкомнан бізде кіріп шығып, осы жерде бізде бір қызмет жасасақ деп армандайтын. Құдайға шүкір, осы неге жеттік. Қазір осы кісілердің жаңағы өкшесін басып біз келе жатырмыз жаңағы. Үлкен рахмет мына. Керемет мына бүгін той болып жатыр. Сіздердің жолдарыңызды бере берсін. Жеңшен екеуміз бір жастықта бастарыңыз қартайсын. Ар уақытта дастархандарыңыз тек тойға жақсылыққа жайыла берсін. Тек қана дастархандарыңыз майлы болып, көңілдеріңіз жайлы болып, мына елге аянбай қызмет жасай беріңіз. Жаңа Бәкең айтты ғой жаңағыдай, газды әкелесіздер. Газды сіз әкелесіз, сіз осыны тарихқа жазатын азаматсыз. Құдай қаласа сол күнге жете берейік. Жаңағы қазақ халқының 500 жылдығы ғой, Конституцияның 20 жылдығы, ассамблеямыздың 20 жылдығы. Құтты болсын. Оны айтайын деп отқан біреу біледі, біреу білмейді. Қыдекең біздің аудандағы күрді халықтарының мәдени орталығының басшысы. Сондықтан ұлттардың арасында татулыққа дәнекер болған Қыдекең қоғамдық жұмыстарда үлкен белсенді танып жүр. Сол жұмысында әр уақытта абырой болсын дейміз. Рахмет. Бостан күрді орталығының басшысы біздің ортамызда қазір тілекке шығатын болады. Қыдыр ағамыздың тойында бәрі жиыстырып қойып келіп отыр. Талғат аға, рахмет. Сіз қызықтыңыз Қыдыр ағамызға кезінде. Шыншыл еді кісілер, әзір де бала шағасына басқаға шындықты еді, бірақ жешелге шындықты айтпайды ғой ешқашан. Ананда сізде барлықтарыңызда 30-да орда бұзып, 40-тан қыр асып, қылық ашып, 50-де ел ағасы болып, 60-тан асып, 70-ге жетіп, 80-ден секіріп, 90-дан тоқтамай 100-ге жете беріңіздер. Енді сый-сапатыңыз болса, тапсырып, жапсырып, бастарыңыздан бақ кетпесін, дастархандарыңыздан ақ кетпесін, сый-сапатыңыз болса, конвертте қалтадан қап кетпесін, тапсырып, жапсырып, төсті түйістіріп, бетті сүйістіріп, ортаға биге, әрине биге. Біздің бейшіңіздарымыз тағы керемет әнін биге арнайды. Ерке триосын ортаға шақырамын. Кешіріңіздер. Сайрам ауданының дуэті және ортаға Айдынай деген бейшіміз, Ташкенттен келіп жатқан бейшіміз би билейтін болады. Әзірге дуэтті қарсылайық. Сайрам ауданы порядок жасап отырыңыздар. Маэстро. Саламатсыздар ма? Той құтты болсын. Çınar,
Шоқайдан тамадан сайлап қойды деп ойламаңыздар. Бұл енді Қыдыр ағамның өтініші бойынша мен бастасам бір тойда 2 жар болмайды, бірақ 2 тамада болады. Сонау Тараздан келіп жатқан Қыдыр ағамның қайнысы, бір жағынан нағашысы, бір жағынан жиені болып келеді жаңағы. Үсен деген ағам қазір келеді, ол кісі орысша және күрді тілінде сіздерге жеткізеді. 2 асырға бүгін тойды қызықтырып жалғастырып боламыз. Ал енді келесі кезекте мен ортаға Чудан келген Үсен Мырзахмет, Мате Гоче, яғни біздің Қыдыр ағамыздың енесі, Гоче құдағайымызды. Және Нұрасыл Гүлшат деген Қыдыр ағамның бауырлары ортамызға келіп отыр екен бүгінгі тойымызға. Нұрасыл Гүлшат, күрді орталығының бастығы Азим ағамыз, және ағасы технологический институтта профессор ағамыз Казим деген ағамыз. Бар болсаңыздар, осы ортаға және біздің Шұбар елді мекенінен баяғыда 34-ші училище деуші екен. Қазір 18-ші колледжі ма? Сол колледждің директоры Дастан ағамыз Қыдыр көкеміздің әкесімен бірге жұмыс жасасқан. Өзімен де бірге қызметте бірге болған Дастан көкеміз. Жұбайларыңызбен жұқтап, құттап, сусынан ұрттап, келіңіздер, бізге сеніңіздер, тойды қызықтырып, жалғастырып беріңіздер. Келіңіздер. Біздің ататалған азаматтар біздің ортамызда. Енді біздің Қыдекеңнің осы аудандағы араласқан достары, бауырлары, сонау Чудан келіп жатқан құдағайды. Нағашылар ғой енді, бала-шағаның нағашылары. Жоғарғы санаймыз. Сол Шу өңірінің құрметті азаматы жаңадан тойды ашып берген біздің ақсақалымыз, Иго ақсақалымыз тағы да мінекей кемпірімен келіп жатыр, апамызбен, әжемізбен. Жас тілек жалғасын тапсын. Енді сіздер нағаштардың жолы ғой. Жақсы, Иго көкеміз, атамыз айтқан, енді апамызға сенеді. Дорогие гости, желаю такой торжественный день вам всем, но своему зятю желаю долголетия, здоровья, счастья, чтобы он так прожил со своей супругой, как мы со своим дедом. Следующий год, 7 ноября, нам будет 60 лет, как мы вместе живем. Также мы имеем 30-40 внуков, правнуков. Желаю это себе. Всего наилучшего, чтобы вы с Гульзатой не старели, всегда были такими молодыми, красивыми, добрыми. Но ты, и я рада за тебя, что ты, жолым қуған бала жаман болмайды, да? Молодец. Спасибо тебе за все. Вы говорили по-курдски и по-русски, да? Вы же мама, папа, мне разрешишь? Вы сказали по-курдски и по-русски, а по-казахски потом будет. А вы говорите, немере там 30-40, да? А его Аксакал сказал 60 немере. Значит, с другой стороны, да? Это шутка. Қазақша айтсаңшы, қазақша бір айтыңыз. Біздің жолымызды сіздердің барлық деншіліңізді. Біздің жасымыздан асып үстінде. Қадарға ұзақ өмір тіледі. Жалғызымның күйеуі, жалғыз күйеу бала. Ерке күйеу бала.
Sağ ol. Рахмет. Қыдыр аға, 100-ге келіңіз. Гүлизар апай 101-ге келсін. Бір жыл болса миын ашпай өмір сүрсін жағында. Алла қайындар. Тағы тілек айтар кісілер бар біздің. Мінекей, Қыдыр ағамызға қазақшалап, ойлап, өрнектеп, қайын жұрты бұрын күйеу дұшпан деуші, қазір күйеу данышпан дейтін болғанбыз. Сондықтан бұл кісі фирманың директоры, институттың басшысы директоры. Енді хан болсын деп жатыр ғой жаңағы. Ал ағалар, бауырлар, енді Дастан аға өздеріңіз қысқан Нұрекен. Гүлизарға да çok akım var. Gözен, шешесінің орнында үлкен әпкесі кешуші. Болған кісі ғой, ой, апше. Шоғай Gözен ғой бұл кісі. Ай, бәрекелді, Gözен өзі. Рахмет. Қарасай, ақша жоқ деп жүріп, құлақтың бәрін, мойның бәрін, ажақ бержіп бәрін алдыға толтырып алған. Сіз қазір тақилекке шығасыз, рахмет тұрадыңыз. Ал енді Нұреке, бауырлары, Қыдыр аға, бауырлары, достары. Құрметті қонақтар, құрметті Тұсқан, Қыдыр ағамыздың достары. Қыдыр ағаны бір 10 жылдай болды осы танысқанымызға, жұмыстан осындай бірге жұмыс істейміз. Ағамның осы шал болғанымен неден открыткадан байқадым, былай жас жігіт болып жүрген сияқты. Өткенде қарасам 60 деп жазылды, қалдырып тастап кетті открыткасын. Сосын бағана келіп біраз адастық, мынау трассадан Сарапқалға тұрсаға өтіп кетуге звондадым. Адасып, сосын жұрттардан сұрап, тауып, мына келетқан не деймін, сіздерге де саулық, мына Гүлзар жеңгеміз екеуміз, мынау апамыз, өткен мынау тамаша бүгін той болып жатыр. Мынау балдар, немере, шөбере көріңіздер, әр уақытта осындай той болсын, жақсылықта кездесейік. Мынау 60 деген ол қазір түк емес. Құдай қаласа мынау 70 жас тойлайық, ары қарай тағы келіп тұрамыз. Жамағат азиз, сақсылар, мынау елу біріне қыдыр 6 солибия, құдай асыққа گالشید و جهالشی پوری کراسککی جهال و 20 ساله بوده یکیم و هرمیشه داریم آن دمات و کوچه کش سلامتی و ایلاوی داریم ویدیوتی تزو و نوات و هرمیشه دعوت و توی دومان بولسن رحمت. Құрметті қонақтар, құрметті ағайын, біз Қыдыкеңмен комсомолдың арқасында 80 жылы таныстық. Сол кезден бастап мына қазірге дейін. Гали хама, гали ағайын туғызар, сәл сабыр қылыңыздар сөйлеп отырғанда. Тихо. Сол 80 жылдан бастап екеуміз бір-бірімізді ұнатып жолдас болып, қазір арамыз аға інідей болып кетті. Кейін біз аудандық атқару комитетінде бірге істедік. Қыдыкең завучий отдел болып істесе, мен инструктордан бастаған. Қыдыкең аудандық партия комитетіне ауысты, сол Пресловға сол күні мен отырдым. Аудандық партия комитетінен жоғары партия школына Алматыға кетті. Мен сол күні Қыдыкеңнің орнына инструктор болып бардым. Арқыры енді қызметіміз бірге жалғасып кетті. Партшколаны бітіргеннен кейін келді. Екеуміз бір зданияда, бір жағында мен завод отделы член бюро депутат болдым. Бір жағында Қыдыкең член исполкома депутат райсоветі. Сөйтіп, ауданда партия тарқағаннан кейін екеуміз коммерцияны да көрдік біраз жылдай. Одан кейін Қыдыкең басқа бір қызметке ауысып, мен басқа жұмысқа ауысып, сөйтіп бірақ арамыз ешқашан ажыраған жоқ. Апта сайын, ай сайын бір-бірімізбен кездесіп, балдар өсті, немере көрдік, бір-біріміздің құдалығымызды, бір-біріміздің қуанышымызды бірге жүрдік.
құдаларымызды күтіп тойды совместно екеуміз екі семья болып өткізіп, әке шешелеріміз бірге қызметтес болды осы ауданда. Қазір енді Қыдекең мамасы папасы жоқ, бізде енді ақсақал қалды, жасы 89-да. Бірге осы ауданда олар басқарып, біз сол кісілерден үлгі алып, екеуміз сол әкелеріміздің жолын қуып келдік. Қазір енді бұлай қараймын, көңіліміз жас Қыдекеңмен бірге, бірақ ағам 60-қа келіп қалыпты. Енді